2012 жылы Ливияның Бенгази қаласында ақштың 2 нысанына Аңсар әш-Шариа атты исламистік содырлар тобының мүшелері ұйымдастырған шабуыл жасайды. Бұл 2 нысанның бірінде посолдар мен дипломаттар болса, екіншісінде зейнеттегі жалдамалы әскери қызметшілер тобы орналасқан. Бұл 6 адамнан құралған топтың басты міндеті сол жердегі қызметшілер мен дипломаттардың бас амандығы болатын. Сол түні бұл 6 адамнан құралған әскери топ пен шабуылшылар арасында 13 сағатқа созылған қақтығыс пайда болады. Дәл осы оқиға негізінде 2016 жылы өте мықты әскери боевик жанрындағы фильм түсіріледі. Фильм өте табысты болып, әлемдік рейтингі 10 балдың 6-8 жинайды. Әскери жанрда және боевик жанрындағы фильмдарды ұнататын жандар үшін бұл фильмді көруге кеңес беремін. Видеоға лайк басып, маған тіркеліп, комментарийға өз ойларыңыз бен ұсыныстарыңызды жаза кетуді ұмытпаңыздар. Фильмнің аты 13 часов. Тайные солдаты Бенгази.